Аузубиллахи минашшайтанирраджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Рамазан айты сүннет бойынша мұсылман ораза айтының намазына шығарда бір нәрсе жеп шығады, ал құрбан айт намазына шығудан бұрын қайтып келгенше еш нәрсе жемейді. Бұл амалға байланысты Анас ибн Малик радиаллаху анху былай деп баяндаған: ораза айт күні Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи уассалам ешқашан айт намазына бір нәрсе құрма жемей шықпайтын, әрі әдетте ол тақсан құрма жейтін. Бұхариден келтірген хадисте айтқан екен. Және Бурайда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ораза айтының намазына тамақтанбай шықпайтын, әрі құрбан айт намазына шығудан бұрын қайтып келмейінше тамақ жемейтін деп Тирмизиде келтірген хадисте айтады. Осы хадистің имам Ахмад келтірген риуаятында әрі құрбан айт намазына шығудан алдын одан қайтып келмейінше тамақ жемейтін, содан соң өзінің құрбандығынан жейтін деп айтылған екен. Ахмед хадисінде келтірілген. Қуаныш пен шаттыққа толы бұл қос мейрамда мұсылмандар ораза ұстамайды. Бұл туралы Абу Саид аль-Худри былай деп баяндаған: Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи уассалам адамдарға ораза айт пен құрбан айттың екі күнінде ораза ұстауға тыйым салынған деп айтқан екен. Және имам ан-Науави мен шейх Сыддық Хасан ораза және құрбан айт күндерінде ораза ұстауға тыйым салынғанына барлық ғалымдар бір ауыздан келіскен деген екен. Олай болса біз айт күні таңертең Аллах харам еткен күнде ораза ұстамағанымызды көрсетіп, таң намазынан кейін тамақ жейді екенбіз. Бұл кезде тамақ жеуіміздің өзі Аллах разы болатын құлшылыққа айналады, ал тамақ жемейтін күн ол құрбан айтқа дейінгі мезгіл. Тіпті Рамазанның 29-шы күні кешке тарауых намазын оқылмайды. Себебі шариғатта түн күндізден бұрын жүреді. Яғни ертең ораза ұстаймыз деген күні тарауых намаз оқысақ, ертең айт деген күні ораза ұстамайды екенбіз. Мұсылманның екі мерекесі бар екенін білеміз. Олар ораза айт пен құрбан айт. Мухаддис Абу Дауд сахаба Анастан радиаллаху анхудан жеткізген хадисте дініміздегі қос мерекенің пайда болуы былай баяндалады: Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи уассалам Мадинаға келгенде олардың екі мерекесі болатын. Пайғамбарымыз бұл қандай күндер деп сұрағанда, жахилия дәуірінде ол күндерді ойын күлкімен өткізетін едік дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: Аллах тағала осы екі күнді олардан да жақсы құрбан және ораза айт күндерімен алмастырды дейді. Айт арабтың айт деген сөзінен шыққан. Айт сөзінің негізгі түбі ада, ол мерекелеу, бір-бірін мерекемен құттықтау деген мағынаға қамтиды. Ада сөзінің масдары іс-әрекетті білдіретін термин. Иадат, яғни хал сұрасу, бір-бірін қуанту, қуанышқа топталу деген жазады. Ислам және өркениет газеттерінде солай айтылады. Демек, айт сөзін мереке, мейрам, қуаныш, шаттық деп түсінеміз. Сондықтан айт оразаның аяқталғанын білдіретін мереке. Абдуллах ибн Масуд радиаллаху анху жеткізген хадисте былай делінген: Мұъмин пенделер Рамазан айының оразасын толық ұстап айт күні намазға бет алғанда, Аллах тағала періштелерге: ей періштелерім, адамзат бейнет атқарса ақысын тазалап едеді. Пенделерім мен парыз еткен оразаны атқарып ақысын алуға мешітке бет алды. Олар мен үшін ораза ұстады, мен пәрменіммен ауыз ашты. Енді қуанышқа кенелсін, сендер куә болыңдар, оларды мағфират еттім дейді. Ораза айт мерекесі Шәуәл айының 1-ші күні басталып 3 күнге созылады. Ол күні ертерек тұрып, ғұсыл алып, хош иіс себініп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сүйсініп жасайтын әдеттерін еді. Сол үшін бұл амалдар мұстахаб болып саналады. Себебі айт күні жұма намазындағыдай көпшілік бір-бірімен араласады. Жұма күні қандай амал сүннет болса, айт күнінде де солар сүннет. Айтқа байланысты тағы бір хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айт күні мешітке барған жолмен қайтпай, басқа жолмен қайтатын еді делінген. Демек, айт көпшілікпен дидарласып, кең ауқымды өткізілетін мереке. Шариғат бойынша айт күндері қуанышты болу, жүзімізден нұрлы шырай тарату, Алланың рахметі, пайғамбардың шапағаты және оның нығметтеріне үміт арту белгісі. Сондықтан мерекеге күндері адамдарға мейіріммен қарау амалдардың ең сауаптысы және абзалы. Айт күні жүріс тұрысымыз, киінуіміз, жүзімізді шырайтуға іспеттес ғибадат болып табылады. Айтта шариғат мұсылмандарға мешітке жиналып бірге айт намазын оқуды, одан соң бір-бірімен мерекемен құттықтауды, үйлерінде тәтті тағамдар жасауды, келген қонақтарды күтуді, алыс жақын туған туыстарына барып жүздесуді, олардың ішінде қиыншылыққа тап болғандарына көмек қолын созуды және басына қайғы келгендерге арнайы сыйлықтар жасап, көңілдерін көтеруді, сырқат таныстарына зиярат жасауды, өткендерді еске алуды,
араздасқандарға міндетті түрде бір-бірімен татуласуды бұйырады. Айт намазы, айт мейрамы намаз оқумен басталады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өсиетінде айт күні бірінші орындайтынымыз намаз оқу делінген. Айт намазы дініміздің ұраны болғандықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өмірінде оны бір ретте қалдырмай оқыған. Ислам кез келген мерекенің ғибадаттармен өткерілуін құптайды. Сондықтан айт мерекелері арнайы ғибадаттармен басталады. Айт намазына мешітке бара жатқанда такбир айтқан дұрыс. Рамазан айтта такбир іштен, ал құрбан айтта жария дауыстап айтылады. Айт намазының уақыты күн найза бойы шыққан дауылға дейін. Айт намазы мерекенің алғашқы күні оқылуы тиіс. Ол жұма намазы парыз болған адамдарға уәжіп. Намаз жұма оқылатын мешіттерде немесе келісілген алаңда жиналып оқылады. Пайғамбар заманына да мешітке сыймағандықтан Мәдина қаласындағы пайғамбар мешітіне жақын жердегі кең орында оқылған. Айт намазы 2 ракат намаз соңынан хұтпа оқылады. Хұтпада пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жамаатқа уағыз насихат айтатын болған. Айт намазының өзге намаздардан айырмашылығы азан мен қамат айтылмайды. Айт күні момын мұсылман намаздан соң бір-бірін құшақтап құттықтайды. Бауырмалдыққа баулитын сәт. Айт мейрамында ата-аналарымыздың, науқастарының, туған-туыстарының хал жағдайын сұрап бару үлкен сауапты іс. Аллах Тағала қасиетті Құранда Аллаға сыйыныңдар, оған ештеңе теңестірмеңдер. Ата-аналарыңа, туыс-туғандарыңа, жақын көрші, бөгде көршіге, жан жолдастарыңа, мүсәпірге, қол астындағыларыңызға жақсылық жасаңдар дейді Ниса сүресінің 36 аятында. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам ата-ана разы болмай, Аллах Тағала разы болмайды деген. Олай болса, айт күндері ата-анаға құрмет көрсетіп, разылығын алу қажет. Ал бақилық болғандарға Құран оқылып сауапты бағышталады. Айт күндері бала-шаға сыйлық, жаңа киім-кешек сыйлау, көрікті орындарды аралатып қыдырту жақсы амал. Сол арқылы бала мұсылманшылыққа тәрбиеленеді. Әр қоғамда ерекше көңіл бөлуді, жылы қабақ танытуды қажет ететін жандар бар. Жетім, жесір, тағы да басқа мұқтаж кісілерге айт мейрамдарында көңіл бөлу мұсылмандардың міндеті. Өйткені олар көмекке жылы сөзге аса зәру. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жетімге қарайласқан кісі менімен жәннатта мына 2 саусақтай бірге болады деп ортаншысы және сұқ саусақтарын көрсеткен. Жетімдер секілді жесір әйелдер мен кедей міскіндерге де көмек беру сауапты істерден. Жесір әйелдің және кедейдің бір күндік нәпақасы үшін жүгірген мұсылман, Аллах Тағала жолында соғысқан жахид, мұқтажид сияқты, немесе түнімен намаз оқып күні бойы ораза ұстаған кісі тәрізді, дейді Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи уассалам. Оразаның нәтижесімен жанашырлық, мейірімділік деген қасиеттерді бойына тарта білген мұсылманға айт күні пітір садақа беру міндетті жүктеледі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам пітір садақа ораза ұстағанның айтқан пайдасыз сөзінің баса жағымсыз амалдарының бастығынан тазалаушы және мұқтаждарға азық ретінде берілуі уәжіп етіледі дейді. Демек, пітір садақа Рамазандағы ғибадаттардың сауабын толықтыру үшін беріледі. Бұл хижраның 2-ші жылында мұсылмандарға оразамен қатар жүктелген амал. Сондықтан мереке күні садақаларымызды шын көңілмен беріп, өзгеге жәрдемдесу мұсылманға ортақ іс. Қасиетті Құранда қайырдан не істесеңдер, Алла оны күдіксіз біледі делінген Ниса сүресінің 127 аятында. Демек, қандай жақсылық жасасақ та ол сауапсыз қалмайды. Олай болса, айт мерекелерінде сауапты амалдарды арттырсақ, нұр үстіне нұр болмақ. Ораза айт аса маңызды мейрам болғандықтан оған ерекше дайындық жасаған жөн. Әсіресе әйел кісілер ол қандай дайындық деп сұраса, ең алдымен үйіңізді тазалап ретке келтіреміз. Сол күні әдеттегіден ертерек тұрып әзірлікке кірісеміз. Қонақ бөлмелерден бастап аулаңызға дейін мұнтаздай тазалаймыз. Сосын дастарханымызға қояр тәттілеріңіз бен дәм тұзымызды әзірлеп қоямыз. Келген қонақтарды жылы жүзбен күтіп алып, қолыңыздағы барыңызды алдына қойып, бар ықыласыңызбен шығарып саласыз. Міне мұндай әйелге қонақтар да разы болмақ. Есіңізде ме, кезінде апа-әжелеріміз ер адамдар айт намазынан келгенше самауырынды қайнатып, дастарханды жайнатып, айтшыларды қарсы алуға бар дайындығын жасап қоятын. Ескере кететін жайт, сол күні қонақтар келмес бұрын үй шаруасымен жүріп, өзіңізге көңіл бөлуді ұмытып кетпеңіз. Киіміңіз таза болсын. Балаларыңыз бен жұбайларыңыз киімдерін де бір күн бұрын дайындап қоюымыз керек. Балаларымызға мейлінше көп көңіл бөліп, оларға сый-сияпат жасап қуанту. Осындай маңызы зор мерекені тойлауды басты міндет деп біліп, балаларымызға да мереке жайлы айтқанымыз дұрыс. Отбасымызда ораза айт жыл сайын асыға күтетін мейрам болғаны құба-құп болып есептеледі.